Бәріңізге сәлем, сіздермен халық римі арнасы. Қазіргі уақытта қаншама адамды мазалап жатқан мәселе өт қалташасының қоюланып қалуы. Соның әсерінен өт тас аурулары пайда болып жатады. Не үшін қоюланып қалып жатыр? Оның себептері қандай? Оны қандай емдік шөптермен емдеуге болады? Сол туралы бүгін сіздермен бөлісетін боламын. Әрине, бүгінгі видео сіздерге пайдалы әрі қызықты болады деген ойдамын. Енді өт қалташасына қысқаша тоқталып өтейін. Өйткені қазіргі уақытта өт қалташасы қайда және оның қызметін білмейтін адамдар өте көп екен. Өт қалташасы оң жақ қабырғасында, бауырдың қасында орналасқан. Өт қалташасының қызметі қандай? Өт қалташасы сіздің жеген тамағыңызды қорытып, үлкен дәретпен шығарып тастау. Яғни осы өт қалташасына сұйықтық қайдан келеді деп ойлауыңыз мүмкін. Тамақ жедіңіз, тамақта организмге керек және керек емес макро және микроэлементтер болады. Яғни организмге келді, тамақ өңеш арқылы асқазанға түсті. Олар сол жақта ыдырап, 12 ішекке жіберілді. 12 ішек керекті макро және микроэлементтерді алып, бауырға қарай жібереді. Бауыр оны жақсылап тұрып сортировка жасайды. Қай жерімізге қандай витамин, кальций керек болса, соны қан тамырлары арқылы жеткізіп береді. Ал керек емес элементтерді өт каналдарына жібереді да, өт қалташасына құйып қояды. Сөйтіп, өттегі сұйықтық бауырдан келіп құйылады. Өт қалташасы бір бак запас. Өт каналға сұйықтық және өз каналдары арқылы өтке құйылғаннан кейін, тағы бір канал өт қалташасында 12 бармақ шекке жалғанған болады. Сіз бағана жеген тамағыңыз 12 бармақ шекте қалып кетпес үшін, запор болып шегіңіз қатпас үшін, сол өт қалташасы 12 бармақ шекке тамып тұру керек болады. Тамғаннан кейін бағанағы кислота улы зат жеген тамақты тағы да майдалап, ыдыратып, майдалап үлкен дәретпен шығарып тастайды. Өт қалташасы не үшін қоюланып қала береді? Өт қалташасының бірінші ең үлкен себебі қазіргі уақытта өз уақытында тамақтанбау. Өт қалташасына сұйықтық толып, давление пайда болып, өт қалташасы ісіне бастайды. Жайден өт қалташасындағы структуралары бұзыла бастайды. Уақытсыз тамақтанудың әсерінен осындай өт қоюлануына әкеле береді. Сөйтіп, өт қалташасындағы сұйықтық балшыққа айналып бастайды. Балшыққа айналғаннан кейін, ол майда құмдарға айналады және тұздарға айналып бастайды. Кристалдарға айналады. Олар бір-біріне жабысып, майда тастарға айналып бастайды. Майда тастар үлкен тастарға айналады. Одан сізде оң жақ қабырғаның асты ауырады. Сосын дәрігерге барасыз. Өтті алып тастау керек деп, ақшасын төлеп алдыртасыз. Өтті алып тастайсыз. Өтті алып тастағаннан кейін, сіз бір аурудан құтылдым деп, басқа ауруларға тап боласыз деген сөз. Осы жағдайға тап болып қалмас үшін, үй жағдайында өтті тазалау жолын қазір айтып беретін боламын. Бірінші әдіс, жарты шай қасық қара зере, 1 шай қасық көк шай, 1 шай қасық балға жарты литр ыстық су құйып, шай дайындаймыз. Бұл шайды бір отырғанда ішіп қоюыңыз керек. Бұны ішкеннен кейін өт қалташасының жұмыс істеу функциясы қосылады. Екінші әдіс, жазда пісетін бір ыстық жүгеріні свежий күйінде 10 күн бойы суға қайнатып, күніне 1 рет қолдану керек. Асқазан, ішек жолдарын жақсартып, өтті сұйылтуға жақсы көмектеседі. Үшінші әдіс, коктейль түрінде қолданылатын демдеп ішетін шөптік тұнба. Бізге керек болатын қара зере, 1 пачка итмұрын, 1 пачка ромашка и мята. 400 грамм кипятокқа араластырып, демдеп қою керек, 40 минутқа қалдырып. Оны күніне 60 грамм 6 уақыт қолданасыз. Бұл өт қалташасының қабынуы, қоюлануының алдын алады. Сіздерге ақпарат пайдалы болды деген үміттемін. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз.